Қазақ хандығы кинотуындысы жазушының немересі Мағжан Есенберлинге де ұнапты. Қазақ хандығы өте ұнады бәрімізге. Қуанып отырмыз артынан. Осы қазақ хандығы бүкіл әлемге таралса деп, барлық жерде көрсетілсе деп сондай ойдамыз. Мағжан Ілияс Есенберлиннің немересі ғана емес, атасының құшағына қысып, маңдайынан иіскеп кеткен перзенті. Мен 82 жыл туылдым, атам 83 жылы 6 қыркүйек күні қайтыс болған соң. бір жарым жасар болған. Көрсе, мені көрген ең бастысы қуанам соң. Атам мені көрді деп. Көшпенділерді алғаш рет 9-шы сыныбында қолына алған Мағжан ол кезде мазмұнын толыққанды түсіне қоймағанын жасырмайды. 15 рет қайталап оқығанмын сол үш кітапты. Қаһар деген роман, трилогия, көшпенділер трилогиясының бірінші кітабы шыққан, сол кезде айтатын бәрі. Бір қой малға ауыстыратынбызды бәрі оқып, сонда ол кезде дефицит нәрсе. Ешкімде жоқ, ол әрең дегенде тауып алатын дейді. Тіпті шет елдерде де Мағжанды фамилиясынан танып құрмет көрсететіндер көп көрінеді. Бір француз ғалым. Сонда менің фамилиям естіп қойыпсы, Есенберлин деп. Ағылшынша айтып сұрайды жағы. Your grandfather is Намат. Намат дегенде көшпенділер ағылшынша соны. Басқа елдің адамы, басқа елде мен танып, мен атамды танып, қуанып, ол менің суретке түсіп сол кезде. Мағжан Есенберлин атасы сияқты қолына қалам ала қойған жоқ десе де, орта жастан кейін шимай шатпаққа бет бұруым әбден мүмкін дейді. Қазір ол кәсіпкер. Мына менің жұмыс орным. Осы жерде біз жұмыс істейміз. Қаладағы ең бірінші осы дробильный цех дейді, соны ашып отырмыз Иранмен бірге қосылып. Кәсіп жүргізу оңай емес. Қызметте қиындық шыға қалса, атамның ерлігін еске алам, батырлығын қайталамасам да, ұқсап бағуға тырысам дейді. Атам қорықпай, халық жауының қызын алған, үйленген, қорықпай. Ол кезде өзінің ЦК КПСС-те үлкен жұмыста председатель қорықпай, сонда қайнапасын алып келді, оның балдарын алып келді. Ол қайнапасы Алжирде жаңағы Хакмолинский лагерь, жон изменников родины, сояқта болды. Есенберлиннің жалғыз ұлынан тараған ұрпақтың ата ерлігін ұмытпайтыны да ұлықтауға тұрарлық жағдай. Осы уақытқа дейін баспадан шығарылған кітаптар мен түсірілген фильмдерден ұсынылған қаламақының еш қайсысын алмай, керісінше, әркез қолдау білдіруге тырысатынын да айтып қалды. Халықтық бұл, қазақ еліміздікі, атамыз. Халық үшін жазған бір тірлікті істесем, сол жақсы болмаса, аяғына шейін бітірмесем, сол мен қорқынышым болады. Атам туралы бір деректі бір кино түсіргім келіп жүрген өзі. Ойым бұрыннан бері бар сола. Өзінің шәкірттерін бәрін бірге қосып дегенде. Бүкіл саналы ғұмырын тарих алдындағы, болашақ алдындағы қаламгерлік борышын өтеумен өткізген Есенберлинге қаламнан қымбат бір ғана байлық бар болса керек. Баяғыда атам айтқанда ең біріншісі бұл өмірде семья дейді, жанұя. Екіншісі сосын ары қарай басқа тірліктерін істей берсең болады дейді. Сол атамның айтқандай сол ең бастысы ұлдарым аман болса, үлкен азамат болып, сол атам сияқты болса деп армандамын. Үлкен Есенберлиннің отбасы құндылықтарын бірінші орынға қойғанының арқасы шығар. Кіші Есенберлиндердің атасын пір тұтатына. Ірі елдің тарихын жазған қаламгер шағын мемлекеттің де іргесін дұрыс қалаған сында.